Мен таңғалдым, сен мені осында шақырғаныңа. Келгеніңе рахмет. Оқасы жоқ, не айтып тұрсың? Не болды? Мен бүгін кешке ұшып кетемін. Бәрін артқа тастап, Лондонға қайтып барамын. Мен өте қуаныштымын. Білесің бе, арамыздағы ең жолы болған сенсің. Ең болмаса, сенің қашып құтылатын жоспарың бар. Айтшы, маған түнеуге орын тауып бере аласың ба? Құдайға шүкір, жақсы, тамаша. Паспорт қашан дайын болады? Не айтып тұрсың? Менде 2 апта уақыт жоқ. Мені жындандырмашы. Айтып тұрмын ғой, бұл шұғыл. Процесті тездетуге болмай ма? Ал бұл қанша тұрады? Және қанша уақыт алады? Жақсы, ендеше солай істейік. Гүлендан бәрін естіп қойды. Ипек, мен кешігіп жатырмын. Кеше сен мені жақсы көретініңді айттың. Мені ыңғайсыз жағдайға қалдырмашы. Не, махаббаттан ұялу керек бе? Ол жауапсыз болса, иә. Сен сұрамадың ғой. Ипек, мен неге сұрауым керек? Сенің маған ғашық емес екеніңді онсыз да білемін. Қайдан білесің? Өйткені сенің өміріңде жақсы жігіттер болған. Олардың көбін мен танитынмын. Мен арбаға таңылған адамын. Бізді Девамен бірге ұрлап кеткенде мен ештеңе істей алмадым. Мен Деваның айқайлағанын естідім. Бірақ жерде жатып қалдым. Ештеңе істей алмадым. Бұл менің өмірімдегі ең дәрменсіз сәт болды. Сонда мен шындықты толық түсіндім. Арман, мен сені жақсы көремін. Сенің өмірімде болғаныңды қалаймын. Егер сен де қаласаң, мен сенімен бірге болғым келеді. Сен қандай адамсың өзі? Сен бұл қызды біздің үйге әдейі алып келдің. Інімді оған ғашық қылдың. Менің өмірімді құртқаныңды білесің бе? Бұл неке менің өмірімді құртты. Сенің анаң бұл некені бұзуға келді. Дева, сен мұнда не істеп жүрсің? Қалай кірдің? Қарасам, сен үйдің нағыз қожайыны болып алыпсың ғой, келін. Ұмытпа, бұл менің ұлымның үйі. Ал мен сенің енеңмін. Мен жылдар бойы айтпай жүрген шындықты айтуға келдім. Жарайды, айт та кет. Білесің бе, мен сені өсірдім. Жоқ, мені әкем өсірді. Сенің білімің, киімің, тіпті қына кешің де менің үйімде өтті. Кешір, түсінбедім. Шығынды өтеп беруді сұрап тұрсың ба? Мен ондай ұсақ түйекпен айналысатын адам емеспін. Оның үстіне, ол сенің әкеңнің ақшасы еді. Әкемнің ақшасы ма? Не айтып тұрсың? Менің әкем қарапайым шебер. Екеумізде оның ақшасы жоқ екенін білеміз. Не айтып тұрсың? Сенің Ибрагим шеберге деген адалдығың өте әсерлі. Бірақ мен сенің нағыз әкең туралы айтып тұрмын. Мә, қара. Бұл сенің күйеуің. Мұстафа Пехливан менің күйеуім. Және сенің әкең. Не? Бәрі шокта қалды. Менің үйімде суреттерін көрген адам сенің әкең. Тыңда, балам, мен сенің махаббатыңа сенемін. Қанша қиналып жүргеніңді көріп тұрмын. Бірақ сен Девамен бірге бола алмайсың. Дева сенімен қала алмайды. Неге? Өйткені сен өзіңнің қас жауыңның қызын сүйіп қалдың. Сен өтірік айтып тұрсың. Бұл менің әкем емес. Менің әкем ауылда қайтыс болған. Оны жылан шаққан. Дұрыс, оны жылан өлтірді. Ол жыланның аты Гүлжемал. Менің қас жауым Мұстафа Пехливан еді. Ол Деваның туған әкесі. Ол оны бір пышақ соғып өлтірді. Ал енді сен сол жыланға тұрмысқа шықтың. Сен менен әкемнің кім екенін өмір бойы қалай жасырып келдің? Қалай қолың барды? Енді бар шындықты айтқан соң, оның анасы қалай өлгенін де айт. Не? Айтып мен саған бұйырамын, айт оған. Не айтып тұрсың? Не болып жатыр? Сен менің анамды таныдың ба? Дева, кешір мені, қызым. Сұлу қызым, кешір мені. Құдайға шүкір, ол сені маған қайта келді. Менің анам қайтыс болған, мен өлген жоқпын. Зафер мені көлге лақтырып жібергенде өлді деп ойлаған. Бірақ мені бір балықшы тауып алып құтқарып қалды. Зафер менің тірі қалғанымды білмеді. Дева сарайдан кетіп қалды. Дева өз үйіне келді.
Әке, бұл рас па? Мұстафа Пехливан менің әкем бе? Саған кім айтты? Зафер келіп, бәрін айтып берді. Сен білгенсің ғой, иә. Жақында ғана білдім. Ауруханада жатқанда. Қалай ойлайсың, біз жақсы ата-ана бола аламыз ба? Әйтеуір өз ата-анамыздан жақсырақ боламыз. Ал алда не болса да, сен әрқашан біздің баламыздың жанында боласың ғой, иә. Әрине. Не болды, Гүлендам? Жаным, арамызда бәрі жақсы ғой. Неге сонша бақыттысың? Бөліскім келеді. Айта бер. Білемін, қазір уақыт емес, кешір. Бірақ мұны сенен жасыра алмаймын. Нені жасыра алмайсың? Арман екеуміз кездесіп жүрміз. Аға, сен бұл жерден қашып кетпек болдың. Сен кетесің де, енді ешқашан оралмайсың. Менің қарындасымды да, баланы да ұмытасың. Ешқашан болмағандай жоғалып кетесің. Жоқ, ешқашан. Мен ешқайда кетпеймін. Әйелім мен баламды тастамаймын. Енді менің қорқатын ештеңем жоқ. Егер ұсынысқа келіссең, мен саған өміріңде көрмеген ақшаны беремін. Мен ажырасуға арыз беремін. Енді арамызда қабір тұр. Ондай бөгеттен аттап өте алмаймыз. Гүлендам, қайда болдың? Мен сені іздеп таппай жүрдім. Сөйлесе аламыз ба? Сөйлесетін ештеңе жоқ. Сенің кетуге шешім қабылдағаныңды білемін. Бірақ бұл жолы мен сені тоқтатпаймын. Саған қатты жаным ашиды. Мен арамызда бір нәрсе бар деп ойлап, өзімді де, баланы да өлтірмек болдым. Бірақ сен ондай құрбандыққа тұрмайсың. Мен ешқайда кетпеймін. Неге? Ағаң біліп қойды. Мерт конверт берді, ішінде олардың төлқұжаттары болды. Бұл не? Бұл маған арналған ұшақ билеті ме? Және құжаттар. Бұл сені таңғалдырды ма? Сен шынымен мен сені тастап, жалғыз кетеді деп ойладың ба, Гүлендам? Мұны біз үшін істедің бе? Тыңда, мен мұны сенен жасырғанымды білемін. Бірақ сен маған сенуің керек. Сендер менің отбасымсыңдар. Мен әрқашан сен қалағандай өмір сүрдім. Бірақ не үшін? Не себепті? Өйткені біз отбасы болдық. Бізден басқа ешкім болмады. Баратын жерімізде жоқ еді. Соны ұмыттың ба? Біздің анамыз сені жек көретін, ал мені жақсы көретін. Ол сені қарғады, өйткені сен оның күйеуін өлтірдің. Бірақ сенің күнәң үшін мен де жапа шектім. Сен менің бақытыма кедергі келтіріп жүрсің. Мені мұнда не үшін шақырдың? Бір рет болса да шындықты айтшы. Қандай шындық? Көзіме қарап тұрып айтшы, сен мені ешқашан сүймедің бе? Жауабын өзің білетін сұрақты неге қоясың? Олай емес. Егер шын жауап берсең, мені енді ешқашан көрмейсің. Мен бұл жерге қайта оралмаймын. Сен шынымен кетесің бе? Сен адамның отаны анасы бар жер деп айтқан едің. Айтшы, менің отаным бар ма? Жоқ, сенің отаның жоқ. Адам қалағанның бәріне жете алады. Бірақ махаббатсыз ештеңе шықпайды. Мен бұл шайқаста жеңілдім. Өз анаңа қарсы соғыста жеңу мүмкін емес. Гүлжемал жардан құлап кеткеніне 5 жыл өтті. Анасы түс көрді, ұлы тіреген. Мерт пен Гүлендамның әдемі қызы бар. Менің ұлым қайда? Ұлың осында. Ұлың осында. Анашым, тыңдашы, біз бұл туралы сөйлескенбіз ғой. Ұмытып қалдың ба? Не? Арман кешке ұшып келеді. Кешкі рейспен. Арман емес, Гүлжемал, ол оралды, ол осында. Біз оны қанша күттік? Сен шатастырып тұрсың, ана. Жоқ, мен ештеңені шатастырған жоқпын. Ол қайтып келді. Дева мен Гүлжемалдың ұлы бар. Ол сөйлей алмайды, бірақ бәрін түсінеді. Дева Гүлжемалмен алғаш әрі жалғыз махаббат түнін өткізгенде жүкті болып қалған еді. Ол ұл туып, оған әкесінің атын беруді шешті. Дева көрмеге дайындалып жатыр. Ол өз көрмесін Гүлжемалға арнамақ болды. Дева сурет сала бастады, енді өз шығармаларының көрмесіне дайындалып жүр. Деваның анасы телефонмен сөйлесіп тұрған кезде Жемал теңізге қарай қашып кетті. Атасы мен әжесі оны саябақтан іздеп жүр.
Жемал әкесін кездестіріп, оны жібермей қойды. Сенің атанаң бар ма? Олар қайда? Жемал оның өз әкесі екенін түсінді, өйткені бұрын оның суреттерін көрген еді. Олар Деваға баланы жоғалтып алғандарын айтуды шешті. Рюкзагыңды көрсем бола ма? Мүмкін анаң ішіне бір белгі қалдырған шығар, телефон нөмірі не мекен-жай. Ол кітапты көріп, бұрын Деваға оқып бергенін есіне түсірді. Білесің бе, бұл менің ең сүйікті кітабым. Саған оны анаң оқып бере ме? Олар тамақ ішті. Дева ұлын шарасыз күйде іздеп жүр. Олар бәрін полицияға айтып қойған. Арман мүгедектер арбасынан тұра алды. Енді Ипек екеуі бірге бақытты өмір сүріп жатыр. Иә, мен оны жағажайдан таптым. Бала сөйлей алмай ма? Өкінішке қарай, жоқ. Үндемейді. Мен оның кім екенін білмеймін. Мүмкін ата-анасы полицияға жүгінген шығар. Бала кітапты Гүлжемалдың сөмкесіне салып қойды. Қырағылық танытқаныңыз үшін рахмет, бұл менің міндетім еді. Басқаша істей алмадым. Мырза, ата-анасы келгенше шай ішіп кетпейсіз бе? Баланың отбасы сізге жеке алғыс айтқысы келеді. Рахмет, қуана-қуана қалар едім, бірақ менің кемем жақында жолға шығады. Құдайға шүкір, табылдың ғой, жанымыз. Айтпақшы, сендерге жаңалығым бар. Ойпырмай, қандай жаңалық? Мен үйленемін. Қойшы. Не? Қандай қуаныштымын. Кімге үйленесің? Қашан? Сенің біреумен кездесіп жүргеніңді де білмеппіз. Қалай болды? Ол кім? Менің дүкенімде бір қыз жұмыс істейді. Тіске басарлар дайындайды және басқа да жұмыстар істейді. Біз үйленуге шешім қабылдадық. Бізде де сендерге бір жаңалық бар. Мен жүкті болдым. Жалпы біз бір шешімге келдік. Жақын маңнан жақсы үй ұнады. Риэлтормен сөйлестік, бәрі жақсы болса, сол үйді сатып алып, осында тұрақтаймыз. Жемал әкесін көрді. Мен айттым ғой. Гүлжемал осында дедім ғой. Бұл менің сөзім емес. Ол мұны өз айтты. Жемал әкесінің суретін көрсетті. Гүлжемал бәрін сырттай бақылап тұр. Менің сүйікті отбасым. Бүкіл отбасым осында. Бірақ мұнда Гүлжемалдың отбасы да бар. Ол арамыздағы жалғыз байланыс. Гүлжемал әр қайсымыздың өмірімізде бар. Бәрінен де қатты қалайтыным, оның осында болып, біздің қандай үлкен әрі мықты отбасы болғанымызды көруі. Шынында да мен оның дәл қазір осында екеніне сенемін. Мен мұны білемін, сеземін. Мен Дева ханымға кітапты қайтаруға келдім. Оған беріп жібере аласыз ба? Дева ханым сізді қарсы алуды өтінді. Екеуі бірге. Сонша жыл бойы сенен неге хабар болмады? Біздің қаншалықты қиналғанымызды білесің бе? Иә, білемін. Маған солай істеуге тура келді, Гүлендам. Иә, бірақ бұлай емес қой. Мен кетуім керек болды. Сендердің өмірлеріңнен жоғалуым керек еді. Қазір қарашы, қандай жақсы өмір сүріп жатырсыңдар. Неге сонша жылдан кейін қайта оралдың? Мен оралуды ойламадым. Бірақ ол пайда болды. Тағдыр мені ұлыммен жолықтырды. Содан кейін келдім. Сен тірісің. Мен сенің өлгеніңе сенбедім. Сенің өлгеніңе екі адам сенбеді, аға. Дева мен біздің анамыз, аға. Анамыздың жағдайы нашар. Оған не болды? Ауырды ма? Ол ауру емес, ол қайғыдан күйреді. Сен кеткеннен кейін өз-өзіне келе алмады. Есінен айырылды десе болады. Сенің кетіп қалғанына шыдай алмады. Тек Жемал ғана оның көңілін көтереді. Оның сүйікті немересі. Демек, ол менің орнымды басты ма? Иә. Ол теңіз жағасына креслосын қойып, күні бойы өтіп жатқан кемелерге қарап отырады. Сен қайта оралады деп армандайды. Менің анам ба? Иә. Зафер Пехливан. Иә, Эмруллах, неге мені мұнда алып келдің? Аздап сабыр етіңіз, ханым. Егер сенбесеңіз, өзінен сұраңыз. Балам, мен сені қалай сағындым? Қанша уақыт күттім? Мен сені қатты сағындым. Сен әр түні түсіме кіретінсің.
Балам, сол кезде жартастың қасында сен маған бір сұрақ қойған едің. Сол сұрақты тағы да қойшы. Сен мені бір кездері жақсы көрдің бе? Мен сені жақсы көремін. Өте қатты жақсы көремін. Мен сені күттім. Сағындым, қатты сағындым. Жанымдай сағындым. Сен менің ұлымсың. Сен менің өмірімсің, махаббатымсың. Қымбатты ұлым, жаным балам. Жоқ, болмайды, жылама. Мен саған Гүлжемал деп ат қойдым. Әрдайым күліп жүрсін деп. Күлімде, балам. Менің сүйіктім. Жемал сөйлеп кетті, әке деді. Бәрі бақытты.